эфирге қайты. Сәлем алейкум, сайғылы серджілер. Кечкен Ураза байрамы епіңіз үшін хайырлы олсын. Бұл мұқадес күнлері заман информацион программасы кенеде эфирге қайта. Ер вақты олғаны кебі сіздеріні Қырым, Украина ве Дүния хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Айдар аскері Энвер Велиляевны сентябрінің 12-сіне қадар апсте қалдыралар. Оны инсан қырсылағанында милицияға ұжым еткенінде қабатлайлар. Энвер Санки Айдарының сабық елбашысы Сергей Мельничук тешкіл еткен жинайы тешкілят азасы олған. Энвер Велиляев апсханеде болуна Печер район махкемесі оны да 2 айға азатлықтан марум етті. Прокуратура Энверні жинайлікте қабатлай Санки О Айдарының сабық елбашысы Сергей Мельничугны тешкел еткен жинай группада іштірак етті. Қорычылар Велиляевға қаршы açылған ешіні саяси сымараж деп саялар. Бахчисарай, Крым. Мен Қырымдан Бахчисарайдан келдім. Өмір арқадашымны ве баларны кетірдім. Украина үшін көрештім. Шымды есе мұнда көреш. Кому война, кому мать родная. Фотография была сделана. Фоторесім февраль айында yapılған еді. Олар Луганск вилетінде запт етілген болотная весиза көйлеріні бошатайдылар. О заман әскерлеріміз Украинаның сыңырларыны белгіледілер. Аннексиядан сон Энвер Украинаның шарқына yol aldı. Анда devletinin bütünlüğünü korçalaydı. Xalq депутатлары Mustafa Cemilov Vegir Lapin kefaletlikке almağa söz berdi, lakin mahkemeye qarşı çıktı. Çıkarılған қарарларына бинайын mahkemeciler Максус Велиляевның işini uzatalar. Олар атты депутатларының аризаларыны көзөгіне алмаға істемейлер. Мы в Крыму оставили все. Bizler bütün şeylerini Kırım'da kaldırdık. Ukrayna kabatlығы бар, yani hakimiyet. Ev joydық, soylarını kaldırdık. Şimdi ise böyle vaziyette kaldık. Ну и вот сегодня ситуация сложилась. Şeklengenler 5 insan uçunu ev apısında tutalar. Daykısı Enver Velilay ve Aleksandr Babiç apste buluna. Elvina Sidbulayeva, Alek Azıkin, Zaman, ATR. Ең азындан 20 инсан елек олды, 100-ден зияде қазаланды. Түркиеде Сурия сыңырында ерлешкен Суруч шерінде теракт yüz берді. Шатлар патлав вақтында видео чықарайдылер. Олған малыматқа көре бомбаджы қавиханеде патлав алетіні ішке кетірді. Түркия акиметі патлавны террористик аққа кебі таныды. Тешкілятшылар оларақ ислам девлеті азаларыны көрелер. Патлавдан сон яңғын башлады. Оны тез сондырдылер. Түркия миллет-векілі Фикрет Била сеслендіргеніне көре, Патлав Сүриеге ислам девлетінен күрешмеге азырланған Түркия күртлеріне қаршы япылған. 29 күн девамында мұсылманлар Рамазан айында оразалы еділер. Бұл сене Рамазан айы ең ұзын күнлерге рас келді. Таңдан күнеш қауышқанжа қадар мұсылманлар ем судан, ем аштан вазгечтілер. Қырымда табиат мұсылманларыны салқын ве яғмұрлы аванен қуандырды. Ақшамлары жәмелерде ве банкет салонларында Қырым муфтияты ерлі жематчылық ве иш адамлары тарафындан жемат ифтарлары өткерілді. Базы қырымтатар кафе ве ресторанларының сайыплері акимет басқы япқаны үшін меджлес азаларына ой салонларында ифтар кечірмеге ясақ етті. Ораза байрамны Ақмезит живарында Қырым татарларға топлым яшаған Борчоқрақ қасабасында да кечірділер. Мұқаддес байрамның қайдетілігі қасабаның 25 елығынен бір күнге раст келді. Байрамны ерлі межлис азалары тешкіл етті. Тантаналы мерасімде биңден зияды инсан иштирак етті. Топлашқанлар үшін концерт тешкіл еттілер, балалар үшін ойынлар ве чоқ балалы хоранталарыны қайырладылар. Проблемы дорог, проблемы освещения, проблемы, связанные с ливневой канализацией. Мы
мы сейчас вот боремся по поводу тарифов за отопление, за прочее. У нас много проблем. Но тем не менее мы растем, прогрессируем. И мы рады, что мы у себя на родине сумели создать такой прекрасный поселок. Киевде мұсылманлар үшін жәмелер асылында етішмей, айны шу себептен Украина пайтақтында яшаған мұсылманлар байрам намазына кечірмек үшін Кираға алынған Экспоплаза серги мерkezінде топлаштылар. Байрам намазы насыл кечкеніні бізім невбетті келевқамызда көре білесіңіз. Bizim için Ramazan bayramı en değerli bayramdır. Bugün Allah'ın izniyle camide bayram namazımızı kılacağız burada. Daha sonra camiye gideceğiz, bayramlaşacağız arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla. Böyle bir bayram geçireceğiz. Kiev'de, Ukrayna'da aslında bizim olmayan bir yerdemiz. Aslında bizge yakın olmayan bir memlekettemiz. Ama Allah kısmet ederse inşallah inanamız ki tekrar vatanga kaytacakmız. Vatanda yine olacakmız. Yine bayram namazlarını yine kılacakmız. Yine bayramlarda hep beraber halkımızda olacakmız inşallah. Всегда после намаза тут лежат конфеты, нам их дарят. Ну, каждый берет, как хочет. Берем, все, едем домой, а там родители поздравляют. Сегодня пришел отметить провести утренний молебен, чтобы начать празднование Ураза Байрам. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Hoş geldiniz. Какой день? Это уже говорит о том, что Аллах нам помогает. Такой теплый, прекрасный, светлый день. Чувствуем, полет души. Настолько хорошо, легко. В общем, святой день. Что говорить, еще и пятница, и байрам. Қырым хаберлеріне кечеміз. Бүгін Сабадан Ахмеджиттеки Олым yolunu açtılar. Мирная Дубки айланма yolunun açılышыны тантаналы шекілде кечірділер. Тамерле фешлері аман-аман бір ел девам етті. Хатırlatmak керек ки кечкен сене сентябрінің сонында айланма yolu ешілді. Олған чұқырға гежесі тойдан қайтқан ваз машинасы түшті. Салонында 8 инсан бар еді. Қазан нәтижесінде 6 инсан елек oldu. Олар арасында 2 küçük бала. Олым yolu sonki yılları құрылған ең pahalı inşaatlardan biridir. Yolunu Qırım парламент депутаты Игорь Аржанцевның Юждорстрой шirketi құрды. Таққат кеткен вақытқа бұл шirket құрылыш ішлерінден четлештірілді. Ләкин оқу қорыжылар аляда таққат нәтижелеріні açıqламадылар. Рус хакимиетінің Qırım прокуратурасы таққат нәтижелеріні бір ай девамында açıqlamaға ишандыра. Yol mevzusunu devam etemiz. Tamir işleri sebebinden avgustun 1'inden başlap Ahmedjit Kiriç yolunda araba yürüyüşü sınırlanacak. Bu hafta Rus memuriyeti Qırım yol milisiyasının yol başçısı Anatoly Borisenko bildirdi. Onun sözlerine göre yasak esasen yük ve tranzit arabalarına tarqalacak. Tamir işleri ketken vaqtda arabalar tahminen 80 kilometr aylanma yolundan geçmek gerek olacaklar. Avtobuslar ve trassa boyunda yerleşken koy sakinleri cedvel boyunca yürüyebilecekler. Ahmedjit Kiriç yolunun 100 kilometr kısmında temel tamir işleri oktyabrның 1'ine bitirmege planlaştıralar. Rusiya аттестатларының Qırım mezunları Ukrayna Ali Okuf yurtlarında tahsil alıp olamayacaklar. Bu hafta Ukrayna Tahsil ve İlim Nazirliğinin birinci muavini Irina Sovsun bildirdi. Ukraynada kabul etilgen kanunga göre mezunlarda olgan аттестатlarda Qırım Cumhuriyeti Rusiya Federasyası yazısı olsa o aslında tanılmayacak. Sovsun bildirgenine göre Ali Okuf yurtlarına kirmek istegenler ekstern vasıtasının Ukrayna mekteplerinde аттестат alıp devlet imtihanlarını tapşırmağa imkanı olgan.
Львовта Кырым-татарларға медени меркез үшін бина айырмаға рет еттілер. Бұл суалге 75 депутаттан тек 27-сі дестек көстерді. Крым-Сосве Кырым-татар медениет мерkezінің тешкілятшыларындан бірі Алим Алиев білдіргеніне көре, олар шер депутатларындан сұраған бина қазайы алда болуна. Өзлері оның тамирыны бежермеге планлаштыра еділер. Алиев айтқанына көре, бұл бина тек Кырым-татарларға дегілді, Львовта болынған Кырым сакинлеріне қызмет етмек керек еді. Шымды Крым-Сос бірлешмесі болынған бинаның кира муддеті июльнің сонында бите. У горсовета мы просили только помещение, которое бы там соответствовало некоторым нашим требованиям. Помещение это в плачевном состоянии, но мы понимали, что мы самодостаточны и могли бы найти финансирование как из международных структур, так и из частных фондов украинских и международных. И даже наши переселенцы готовы были прийти и помочь вот этот общий крымский дом отреставрировать. Вот. Нужно было только разрешение на аренду, что, вот, к сожалению, второй раз уже было отказано в этом. Киевдегі Шевченко адына университетте Кырым-татар филология бөлігіне тек 15 инсан кіріш весиқаларыны тапшырды. Девлет есе бедава 10 студентіні оқыта біле. Весиқаларыны тапшырған 15 мезундан тек бірі Кырым-татар. Кіріш комиссиясындан бізді мұхберіміз Алим Абдулхаиров қайтты. Бұл фені біздер мақсус Кырым-татарлар үшін ачтық. Олар біздерде оқығаныны пек істейміз. Қырымда қалғанларны да беклейміз. Егер де олар Украина тарихы, Украина тілі ведебияты, ежнеби тілері бойынша имтиханларны кешкен сон, бұл зенатқа весиқаларны тапшыра білелер. Бұл сене Кырым-татар тілі зенаты бойынша весиқаларны тапшырдым. Бұл тілінің зенглігіні бегенем. Түр тіліне ояқын, елерде стюардесса олып çalışмаға істейм. Кырым-татар филология факультетінде весиқаларны тапшырдым. Оның үшін елерде дигер тілерні де öğrenмеге істейм. Медениет ве анинелерні девам етірмек үшін милетіміз инкишаф етежек. Түркология факультетінде оқыған талебелер оқу процесінде мемнулар. 11 студенттен оны девлет бюджетінде оқый, дабырысы контракта. Олардың эксереті Кырым-татарлар дегі бұл украинлер ве дигер милет векілері. Дабыр студент Азербайджан. Менім ады Сырий, менім сояды Прищеп. Мен Кырым-татарым телі Тараса Шевченко университетке оқуым. Тілінің құсусеті мені желп етті. Оның үшін оның темеліні білмеге істейім. Бұл тіл яшамаға ақы бар. Денешмелерден сон біздер яны зенатны ачтық. Мұнда Қырымдан келгенлер оқи білелер. Асылында біздер есегенлердің весиқаларını беклейміз. Рус хырсызлығы Түркия язычысы Нермин Безменнің Күрсейт ве Шура китабының нешірияты етрафында шамата девам етмекте. Түркияде бұл китапны та 20 ел евелісі нешір еткен әділер. Язычы китапта Ось Кырым-татар қарбабасы ве Русия офицері арасында олған севги хикаясын тариф еті. Бір ел евелісі бұл хикая бойынша сериал шығардылар. Бұнен бәрі-бер романны 6 тілге тержіме еттілер. Ресми шекілді китапны рус тіліне тержіме еткенде Русия китап түканларында бұл китап пейда олды. Китапның қапысында түрк сериалының қараманлары Лякин Муэлиф оларақ Мария Вильчинская оларақ белгіленген. Романны yazған Муэлиф Нермин Безмен аққанда ешбір şey yazılmаған. Ailesinin, bunun içinde Ruslar da dahil olmak üzere, hepsinin ailesinin kimliklerinin tecavüze uğradığını hissediyorum. Yani Türkiye'deki korsan kitabın ülkesi denir. Ben bu kadar basit, bu kadar adice yapılan bir çalınmayı, hele bir ismin arkasında gizlenerek. Bizim muhbirlerimiz davanın bir tarafının bağlanıp tam malumatını bilmege isteyler. Neticelerini yarınki yayınlarımızdan öğrene bilesiniz. Bu noktada yayınımızı yekunleyimiz. Oraza bayramı hepiniz için hayırlı olsun, atıyerli olunuz.